Біз сайт жасағанда әртүрлі элементтерді бір-бірінің үстіне немесе артына, оң жақ сол жаққа жылжытып қою керек боламыз. Оларды сөйтіп орналастыру үшін бізге CSS-тің position деген қасиеті керек болады. Positionның 5 түрі бар. Оларды кезек-кезек осы видеода қарастыратын боламыз. Сіздермен мен IT маман. Кеттік. HTML-дегі кез келген элемент бастапқы әдепкі күйінде static positionға ие болады. Static positionды біз қарастырмаймыз, себебі ол әдепкі, оны қойғанмен ештеңе өзгермейді. Біз relative-тен бастаймыз. Position relative-ті қарастыру үшін мына бір мысалға назар аударайық. Бізде rectangle деген div бар. Бұл жерде ұзындығы бар 600 және арт жағын сұрғып қойдым. Оның ішінде 5 баласы бар. 5 баласының әрқайсысына жасыл түс бердім және биіктік пен ұзындық. Бұны ажырату үшін осылай бөліп қойдым. Енді қараңыздар, әрбір аты бар, жоғарғы сол жақ. Мына элемент осы жерде тұру керек. Келесі элемент мына төменгі сол жақта болу керек негізі. Жоғары оң жақ деген мына элемент жоғары оң жаққа лақтырғым келеді, оны төменгі оң жаққа лақтырғым керек, ортасын ортаға келтіруім керек. Әзірге ол ешқандай стиль бермегендіктен позициясы әдепкі күйде, яғни дифтар бөлек-бөлек келесі жолға түсіп отыр. Енді relative-ті мына оң жақ жоғары оң жақ деген мына дифке беріп, үшінші дифке беріп, оны былай жылжытып көрейін, оң жақ жоғары жаққа қарай. Ол үшін мен бұның классына right деген оның классы позициясын статиктан өзгеше қылайын. Position relative деймін. Бұл relative-тің қазақша аудармасы салыстырмалы және өзінің тұрған орнынан салыстырмалы түрде өзгереді деген сөз. Жаңартамда және top right жоғары жақтың енді позициясын өзгертемін. Position relative деген әзірге біз оған айтқан жоқпыз, қай жаққа қарай жылжы дегенді. Оны айту үшін бізге top, left, right, bottom деген 4 түрлі мағына бар. Осыларды өзгертеміз. Бірінші, бұл элементті жоғары қарай көтеру керек. Ол үшін top дегенді қолданамын. Top ол өзінің бастапқы күйі 0-ге тең. Қазір 0-ге қойсам ештеңе өзгермеді, бірақ оны былай өзгертіп көремін. Мысалы 20 пиксельге әкелген кезде ол өзінің бастапқы күйінен төмен қарай 20 пиксельге түсті деген сөз. Және мен минус сандар бере аламын. Минус сан берсем, ол көрдіңіздер жоғары көтеріліп жатыр. Өзінің бастапқы күйінен жоғары, мысалы 128 пиксельге көтерілді. Және оның оңға жылжыту үшін оның сол жағын өзгертіп көрейін. Оң жағын да өзгертуге болады, әрине. Сол жағын алайын мен. Әзірге 0 ол бастапқы күйі. Және оны жоғары қарай көтерсем және оны өсіре берсем, біздің элемент оңға қарай кете береді. Міне біздің элементті жылжыту үшін бізге top пен left қана жеткілікті болды. Bottom мен right'ты жазып бізге керек емес. Біз әлі өзіміздің мақсатымызға жеткен жоқпыз. Мына элементті жоғарғы оң жаққа әлі әкелмедік. Relative пен оны жасау қиын. Бұл жақта қанша пиксель деген бәрін есептеу керек. Сондықтан relative-тің орнына біз absolute-ті қолданамыз. Absolute біздің екінші позициямыз. Оны қазір түсінеміз қалай екен. Мына алып тастайық. Сіздерге жаңартам. Біздің элемент жоқ болып кетті. Оны басқалардан ажырату үшін оған түс берейік. Приоритетін көтерейік мынаны. Түс береміз. Background color. Қыл берейік.
Қараңыздар, жоғары оң жақ элемент әзірге өз орнында тұр, бірақ оның астындағы төменгі оң жақ деген элемент оның астына кетіп қалды. Мына жақта қазір бізде көрінбей тұр, бірақ абсолют берген кезде бұл элементті басқа элементтер көрмей қалады. Сондықтан бұның орнына төменгі оң жақ деген элемент келді да оның астына кетіп қалды. Мына енді жоғары оң жақты кішкене жылжытайық. Ол үшін тура жаңағы релативті қолданған топ, left, right ботомдар қолданамыз. Топ әзірге мысалы 0-ға жіберейік. Қараңыздар, жаңа 0, топ 0 деген кезде ол өз орнында тұра беруші еді. Ал енді абсолютта ол қайсыған салыстырмалы түрде, өзінің әкесіне салыстырмалы түрде өзгерді. Енді right берсек 0. Қараңыздар, бізге керек жерге барды. Right 0 деген мына әкесінің ең оң жағына 0-ге және әкесінің жоғары жағына 0-ге апар деп тұр. Яғни біз топ right арқылы ғана оның орнын өзгерттік. Дәл осылай қалған элементтерді өзінің орнына апарайық. Мына элементтер өз орнына келді. Енді ортаға келу керек. Тура осы кодты көшіреміз. Және центрді әкелу үшін біз left пен топты қолданайық. Бірақ қараңыздар, біз пиксельмен бере алмаймыз, тура ортасын мысалы білмейміз делік. Тура ортасын білмейміз, сондықтан оны автоматым қылу керек 50%-ға. 50% деген ол тура біздің орта тұс. Егер 100% қойсақ, ол мысалы топты 100% қойсақ, ең соңына түсіріп тастайды біткен жерінен. Себебі жоғары жақтан өзінің ұзындығын, биіктігін соңына дейін деген сөз. Енді 50% қалдырайық және көрейік. Мынау тура ортада тұрған жоқ, өзінің центр емес, мына ұшы ортада тұр. Бұны әкелу үшін мына элементтің енді біз ұзындығын білеміз ғой, ұзындығы мен биіктігін. Сол бойынша біз есептеп шығаруымыз керек. Қазір біздің мына ортадағы элементтің мына бір ұшы осы сұр үлкен біздің әкесінің ортасында тұр. Оның центрін мына біздің ортаның центріне әкелу керек. Яғни біздің мына ортаның ұзындығын жартыға бөлу керек және биіктігін жартыға бөлу керек. Және соны алып тастау керек біздің топ лефттерден. Міне, ол деген сөз біздің биіктік 120 және ұзындық 130 екен. Биіктіктен 60 пиксель алып тастайым. Және ұзындықтан 65 пиксель алып тастайым. Салыстырып көрейік. Қазір бұл жұмыс істемейді, себебі біз CSS-ке дұрыс емес мән бердік. Бұл жерде CSS-те calc деген функция бар. Бұл нағыз математикалық есептерді жасайды бұл жерде. Есептеулер жасайды. Және тағы бір ескеретін жайт, мына минустың екі жағына бос орын қалдырыңыздар. Егер бұлай қойып қойсаңыздар, онда ол дұрыс емес болады. Және ол көрсетіп тұр қызылмен дұрыс емес екенін. Жаңартам тура ортаға әкелдік. Естеріңізде болса, біз мына ректанглға relative деген позиция берген едік. Ол позициясын алып көрейік, не өзгереді екен. Қараңыздар, біздің жоғары сол жақ деген элемент өзін салыстырмалы түрде ректанглға тұр, себебі оған абсолют бергенмеген едік. Қалғандардың бәрі абсолют, және бұл элементтер экранға қатысты салыстырмалы түрде өзінің позициясын алды. Мысалы орта, мына тура экранның ортасында тұр, мына жоғары оң жағында тұр деген сияқты. Неге олай? Себебі абсолют элемент өзінің жоғары тұрған элементтердің позициясын қарайды. Мысалы бағана ректанглда біз позиция берген едік, position relative еді, соған байланысты бұл өздерін орналастырған еді. Ал қазір онда элемент жоқ болғандықтан ол өзінің экранға қатысты өзгертеді. Біз мына ректанглды енді позициясын өзгертіп көрейік. Осы жерден өзгертіп көрейік. Абсолют десек, қалғандар өз орнына келіп. Fix десек тура солай. Және relative берсек, бұл міндетті түрде олай өзгереді. Және статикке қойып тұрмын, қараңыздар. Одан ештеңе өзгерген жоқ. Және sticky-ға қоямын. Келесі position ол fixed. Мысалы топ right-қа мен fixed деген беріп көрейін. Бұл кезде біздің ол
оң жақ жоғары жақ экранға жабысып қалады. Fixed ол жоғары жақтағы элементтерді қарамайды мүлде, ол бірден экранға байланысты орналасады. Енді мен мына экранды кішкене созып көрейін, ол үшін мына ректанглдың биіктігін өзгертемін. Бізде скролл пайда болды. Мен мынаны скролл етіп жатырмын, қараңыздар. Төмен қарай түсіріп жатырмын. Мына жоғары оң жақтағы элемент әлі тұр. Ол біздің мына көріп тұрған дисплейге қатысты фиксированный болады. Мен қанша скролл жасасам да ол өзгермей тұр. Позицияның соңғы түрі sticky. Мен fixed stickyға өзгертемін. Міне қарайық, не өзгеремін. Жоғары оң жақтағы элементіміз өзінің орнына келді. Relative static сияқты, бірақ бұл жерде мынандай қасиет бар бұл жерде. Түсірген кезде, скролл жасаған кезде ол менімен бірге жылжып отырады. Және қайтадан жоғары көтеріп тастаған кезде ол өз орнына қайтадан қайтып келеді, тоқтап қалады. Және бұл жерде топ не істейді? Топ, мысалы 30 пиксель десем, 30 пиксельге келген кезде, 30 пиксельге келген кезде ол өзінің позициясын былай өзгерте бастайды. Менімен бірге жылжи бастайды. Right емес, бұл жерге мен left беріп көрейін, және 0 емес 10 пиксель дейін. Және бұны түсіну үшін мен мына ұзындығын өзгертемін, 2600 үлкен қыламын. Жаңартайық. Және мына оңға скролл жасап көрейін. Не көрдіңіздер ме? 10 пиксельде анау тоқтап қалды. Және былай төмен қарай түсірсем де ол да былай да тоқтап қалды. Яғни біз стикидің позициясын оның тоқтау позициясын көрсетеміз. Z-индексті түсіндіру үшін мен мына элементтердің позициясын сәл өзгерттім және номер бердім әрқайсына документте орналасу реті бойынша. Және үшінші элементті мен sticky қалдырдым және қалғандар абсолют ретінде тұр. Бірінші элемент ол static. Сонымен Z-индекс деген ол әрбір элементтің бізге қарай жақындығы немесе оның приоритеті. Мысалы, мына қазір тұрғанның өзінде де 5-ші элемент мына 3-ті жауып тұр. Себебі документте ол мына 3-тен кейін орналасады. Сондықтан ол кейін рендерить айтты деген сияқты ғой. Кейін ол сурет салынды 5-ші элементтің. Сол үшін ол жоғарыға кетеді. Екінші элемент ол 3-тің ар жағына кетеді. Себебі ол 3-тен бұрын салынған, 3 одан кейін салынған. Және 4-ші элемент ол 3-тен кейін салынғандықтан ол 3-тің жоғары жағында тұр. Сөйтіп өзінің әрқайсының реті бойынша орналасады. Ал Z-индекс болса оның бәрін өзгертеді. Енді мен мына 3-ші элементке, біздің top right деген элементке Z-индекс берем. Z-индекс мысалы ол басында ол 0 болады, мен 2 беріп көрейін. 2 берем және бірден өзгеріс көрдіңіздер. 5-ші элементтің ол үстіне шықты. 2-нің енді бағанадан бері болған, және 4-нің де үстіне шықты. Яғни Z-индекс бізге жақынырақ орналасатын болады. Енді мына элементке минус сан беріп көрейін. Мысалы Z-индекс -1 берсек, бұл элемент жоқ болып кетеді, бірақ негізі бар, тек мына сұр элементтің артында тұр. Мысалы ректанглдың background color'ын алып тастайтын болсақ, бұл тура жаңағы өз орында тұр. Бірақ бәрінің артына кетіп қалды. Сондықтан ол көрінбей қалды. Ал енді -1 емес, енді бұған 2 бере берейік, және ол бәрінің үстіне шықты ғой, бірақ мына 2-ші элементті одан да жоғары істейік, одан да бері қарай жақындатайық. Біздің 2-ші элемент ол bottom left'ке біз Z-индекс мысалы біз 3-ті берейік. Артам 2 оның үстіне шықты. Қорытындылайтын болсақ, position түсінуге жеңіл, әрі қолданыс аясы кең, сондықтан қай жерде нені қолдану керек екенін білсеңіздер болғаны.